Ассалаумағалейкум қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Оралда жол апатынан бір адам қаза тапты. Оқиға орнынан ауруханаға 5 жолаушы жеткізілді. Оралда жол апатынан бір адам қаза тапты. ПХО ПД. Оралда 3 автокөлік соқтығысып, жолаушы қаза тапты деп хабарлады Түркістан.кз. Қазинформ агенттігінің мәліметінше, оқиға 6 қаңтар күні кешкісін айналма жолда оқтан жанар жағармай станциясы маңында болды. Шамамен сағат 20:05-те 3 автокөлік түйісіп, оқиға орнынан ауруханаға 5 жолаушы жеткізілді. Біреуі жарақат пунктіне барар жолда көз жұмды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы КК-ның 345 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі кезде оқиғаның жай-жапсары анықталып жатыр, деді Оралман қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының командирі полиция подполковнигі Еламан Уалиев. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатолла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.